не найду дорогу! Пап! Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздерге нақты оқиғаларға негізделген «Стихия тұтқынында» фильміне қысқаша шолу ұсынамыз. Фильмнің басты оқиғасы 13 жасар Донның қиын жағдайға тап болып, 9 күн бойы тау ормандарында адасуы. Ауа райының қолайсыздығына, аштық пен қорқынышқа қарамастан, ол тапқырлығы мен сенімінің арқасында тірі қалуға тырысады. Оқиға 1939 жылдың 15 шілдесінде басталады. Райан мен Дон есімді ағайындылар үйде кешкі асты күтіп өз істерімен айналысып отыр. Әкесі бұл уақытта газеттегі жаңалықтарды оқып отыр. Ұлдар еденде балық аулау қармақтарын дайындап, бір-бірімен сөзге келіп қалады. Олардың бұл әрекеті жанжалға ұласып, нәтижесінде әкесі оларды жаза ретінде даладағы көлікті жууды тапсырады. Бірақ далада да ұлдар арасындағы жанжал жалғасады. Оны терезеден көрген анасы әкесіне оларды тыныштандыруды өтінеді. Алайда әкелері күтпеген шешім қабылдайды, ұлдарына төбелесті жалғастыруға рұқсат береді. Бұл шешім оларды өзара түсінісуге итермелейді. Алайда ұлдарды анасының араласуы құтқарады. Ол барлығын кешкі асқа шақырып, отбасындағы шиеленісті жеңілдетуге тырысады. Сол сәтте әкесі екі ұлына табиғатта саяхаттауды ұйымдастырып, уәде етілген 2 апталық балық аулау сапарын талқылайды. Дегенмен жоспарланған балық аулауға арналған сапар небәрі 2 күнге созылады, себебі әкесінің жұмысына байланысты. Дон әкесімен ұрысып қалады. Бұл жанжалдан кейін Дон ашуланып дастарханнан тұрып, өз бөлмесіне кетіп қалады. Сол кезде анасы отбасындағы жағдайды жеңілдетуге тырысып, Донның көңілін орнына түсіріп, оны сабырға шақырады. Таңертең анасы есік алдында ұлымен әңгімелесіп, оның шашын қысқартады. Кейінірек көлікпен әкесі мен ұлдары тауға серуенге жолға шығады. Серуен барысында отбасы таудың етегіне жетіп, сол жерде шатыр құрады. Генри оларға бұл аймақта тау мысығы бар екенін ескертеді. Қараңғы түскенде үлкендер мен балалар от жағып әңгіме айта бастайды. От жалындап жатқанда Генри балаларға жергілікті таудың рухы туралы аңызды айтып береді. Аңызға сәйкес, бұл рухтың үлкен мүйіздері мен қанаттары бар, және ол жергілікті үндістердің мифологиясында маңызды орын алған. Түнде ауа райы нашарлап, найзағай жарқылдары аспанда жарықтандырады. Бұл Донды қатты алаңдатып, ол шатырда жата алмайды. Әкесі желдің ысқырған дыбыстарын тыңдап, ол кенже ұлымен бірге көлікте ұйықтауды шешеді. Дональд түнде балалардың ұйқысын тексеруге шығып, Донды көріп, соңғы кездері ұрыс-керістер жиілеп кеткенін ойлайды. Таң атысымен топ тауға өрмелеуге шығады. Олар танымал жолмен жүріп, қарсы бағытта келе жатқан басқа туристер тобымен кездесіп қалады. Бірақ көп ұзамай ауа райы күрт нашарлап кетеді. Дон таудың шыңына жету идеясына қатты әуестенеді. Бірақ әкесі ауа райының нашарлап бара жатқанын көріп, төменге қайтуды ұсынады. Сол сәтте Дон әкесіне қарап, оны нағыз ер жігіт болуды үйреткенін есіне салады. Кіші інісі шаршағандықтан әкесі онымен бірге төменге қайтады, ал үлкен ұлдары Генри мен Дон жоғары өрмелейді. Олар тауға көтерілген сайын жаңбыр қарға айналып, тұман қалыңдай түседі. Ағасы Райан тоңып қалғанын айтып, кері қайтуды ұсынады. Алайда Дон тоқтағысы келмейді. Ол ағасына өзінің жемпірін шешіп беріп, ары қарай жүруді жалғастырады. Ең биік шыңға жеткенде, Дон тұман мен жартастың аз ғана көрінісінен ләззат алады. Дегенмен Райан Донның қыңыр мінезін айтып, екеуі сөзге келіп қалады. Жанжал төбелеске ұласып, Генри оларды ажыратуға мәжбүр болады. Ашуланған Дон тұман мен жаңбырға қарамастан олардан бөлініп кетуді шешеді. Ол жылдам жүріп, ағасы мен Генриден алыстап кетеді. Райан мен Генри Донның соңынан жүгіреді, бірақ қалың тұманның кесірінен оны жоғалтып алады. Райан төменге түсіп, Донның адасып кеткенін және оны таба алмағанын әкесіне айтады. Дон болса орманда жалғыз қалып үрейленеді. Жаңбырдың астында әкесін іздеп айқайлайды. Жүгіріп келе жатып, қалың шөптің шалшығына құлайды. Аяғы тікенді өсімдіктерге шырмалып қалғандықтан ол шалбарын шешуге мәжбүр болады. Одан кейін ол орманды кезіп жүріп, аяқ киімінің жыртылып қалғанын, ал шұлықтарының тесілгенін байқайды. Оның жағдайы барған сайын қиындай түседі. Бұл уақытта бірнеше құтқару тобы мен еріктілер Донды табуға тырысып жатыр. Дональд таңертең әйеліне қоңырау шалып, Донның жоғалып кеткені туралы жағымсыз хабарды жеткізуге мәжбүр болады.
Әйелі ұлын құтқару үшін тікұшақпен іздеуді ұсынады. Алайда рейнджерлер оған бұл мүмкін емес екенін, бірақ жақын маңдағы елді мекендерден ондаған еріктілердің іздеу жұмыстарына қосылып жатқанын айтады. Дон орманда ұйықтап тұрып аспанда қалықтаған құстың қауырсынын көреді. Ол соны ұстап қалтасына салып алады. Бір кезде оны жәндіктер талап шаға бастайды. Ол шөптердің арасымен жүгіріп су қоймасына жетіп өткелден өтеді. Жол бойында ол сарқырамаға тап болады. Табиғаттың сұлулығына сүйсініп, бойына оптимизм жинап, ән айтып суға шомылып тынышталады. Алайда ол сарқыраманың жанында демалып жатқанда, оның денесіне ондаған сүлік жабысады. Бұл жағдай Донның қорқынышын арттыра түседі. 4-ші күнге қарағанда Райан ағасы үшін қатты алаңдай бастайды және анасынан Дон мен жанжалдасқаны үшін кешірім сұрайды. Ол ағасының әлі тірі екеніне үміттенеді. Бұл уақытта ормандағы құтқару операциясы кеңейіп, іздеу жұмыстарына жаңа адамдар қосылып жатыр. Донды табу барлығы үшін басты мақсатқа айналады. Шатырлы лагерде дала асханасы мен медициналық пункт ұйымдастырылған. Алайда бұл жерге сенсация қуған журналистер де жинала бастайды. Олар оқиғаның барлық егжей-тегжейін жариялап, газет беттерін толтыруға тырысады. Донның әкесі қиын жағдайдан шығудың жолын таба алмай, әйеліне моральдық қолдау көрсету үшін үйге қайтады. 5-ші күні Дон орманда бір үңгір тауып алады. Ол үңгірде адамдар бар деп үміттеніп, қуанып ішке кіреді. Бірақ үңгірдің ұзақ уақыттан бері тастанды екенін байқайды. Оның ішінде бұрынғы тұрғындардың ескі, пайдасыз заттар ғана бар. Дон ағын суда балық ауламақ болады. Алғашқы әрекеті сәтсіз аяқталады. Кейін ол құралдарды пайдалану керектігін түсініп, қолдан жасалған найзамен немесе тастармен балық аулап көреді. Бірақ бұл әрекеттері де нәтижесіз болады. Дон ақыры футболкасын тор ретінде қолдану идеясын ойлап табады. Бұл әдіспен ол бір балық ұстап, оны шикі күйінде жеуге мәжбүр болады. Тамақтанып отырып, ол үйді және бүкіл отбасымен бірге ас үйдегі кешкі асты есіне алады. Үйде тамақтың оңай дайындалатыны туралы ойлары оны сағынышқа батырады. Күн батып бара жатқанда, Дон ағаштардың арасынан күннің шығуын қарсы алады. Орманда тағы бір жаңа күн басталады. Дон белгісіз бағытта жүрісін жалғастырып, су ішу үшін тау бұлақтарына тоқтайды. Ол Генри мен Раяннан қашып кеткен сол бір сәтсіз күнді есіне алады. Бұл уақытта лагердегі еріктілер өз жұмыстарын жалғастырып, іздеу операциясын күшейтеді. Олар Донды табуға тырысқанымен, тау жартастарында өлексенің иісі аңқыған жерді табады. Бұл иіс баланың денесі екенін анықтау үшін Раян мен еріктілер бұл жерді тексеріп, өлі еноттың қалдықтарын табады. Раян әкесіне Донның жоғалып кетуіне өзін кінәлі сезінетінін мойындайды. Егер олар сол күні жанжалдаспаған болса, Дон қашып кетпес еді деп сенеді. Ал әкесі ағасын табуға уәде береді. Рейнджерлер іздеу операциясын жалғастырғанмен нәтиже жоқ. 8-ші күні таңертең Дон ұшақтың даусынан оянып, аспандағы ұшақты байқайды. Ол айғайлап ұшақтың назарын аударуға тырысады, бірақ еш нәтиже шықпайды. Соңғы күші сарқылған Дон жерге құлап, шарасыздыққа беріледі. Ол ес-түссіз жатып, кешке мифтік орман рухын елестетеді. Рух оны қанаттармен жауып, тыныштандырып, ұйықтап қалуына мүмкіндік береді. Бұл уақытта Донның әкесі ұлын табу үшін бар күшін салып, қараңғыда іздейді. Бірақ ол бұтақтарға соғылып, көзін жарақаттап құлайды. Әйелі оны ауруханаға жеткізіп, оның қауіпсіздігіне алаңдайды. 9-шы күні таңертең Донды өрмекші шағып алады. Ол жолда шөптің арасынан жануардың бас сүйегін тауып алады және оны қызық көріп, біраз ойнайды. Оның сана сезімі нашарлап, шындықты қабылдау қабілеті бұзылады. Кенеттен оны әкесі шақырып жатқандай көрінеді. Дон әкесінің дауысын естіп, аянды көріп соңынан еріп жүреді. Сол кезде ол өзеннің арғы жағалауынан адамның бейнесін байқап, дауыстап айқайлап құтқаруға шақырады. Дональдтың әйелі аурухана палатасына қуанышты хабармен кіреді. Донның аман екені белгілі болған соң, анасы қайықпен өзенге шығып, ұлын қарсы алуға асығады. Олар өзеннің дәл ортасында кездесіп, бір-бірін құшақтайды. Донды ауруханаға жеткізеді, онда оны дәрігерлер мен журналистер қарсы алады. Донды көру үшін бауырлары жиналады, ал ағасы Раян сол оқиға болған күні берген жемпірін Донға қайтарады. Ол бауырын құшақтап, кінәсін іштей мойындайды. Фильм Донның құтқарылу сәті көрсетілген мұрағаттық кадрлармен және сол оқиғаның шынайы сұхбат үзінділерімен аяқталады.
Дон кейіннен 1976 жылы тағы бір рет тауға оралып, сол оқиғадан қалған қорқынышын жеңгені айтылады. Ол ұзақ өмір сүріп 2016 жылы 90 жасында қайтыс болған. Қысқа кино шолу ұнаса тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.